Bismillah деп тұру керек. Сәлем достар. Бүгін біз заброшкаға келдік. Міне осындай заброшка екіэтажный. Біз алдында осы жазда келгенде осы бөлмелерде бір шайтанға ұқсас біреу бақырып жүрді. Бірақ біз өте қорықтық. Және де бұны толықтай түсірген жоқпыз ол кезде. Түсірген кезде бірден қашып кеттік. Және де болмыз немесе басқа мияқта үй жүр, алабай. Қараңыздар, көріп тұрсаңыздар, міне өте қорқып кеттік. Анаяқтан бір ит келіп жатыр достар, тесіктен кірді деп ойлаймын. Специально біз таяқ алдық. Специально міне бұл еркебұлан міне таяқ алды. Егер алдымыздан бомж біреу шықпаса ұратын. Міне бұл біздің Арман. Мынау біздің Арай. Ал біз достар заброшкаға кірдік. Бұл жерден екінші этажға шығатын жер жоқ. Міне қараңыздар, екінші этаждан мына баспалдақтан көтеріліп, мына нелермен, қыштармен көтеріліп шығамыз достар. Бірінші этажын көріп алайық. Кімдер достар? Достар, бұл жерде бөлмелер кішірейіп, мияқта достар. Бұрында гараж болған. Бұрында бұл жерде гараж болған дейді мына. Оны қақтан білесің, Арай? Бұрында біз бұны мың рет келген кезде бұл жер әдемі, ең күшті үй, ең ғажап, ең бай үй болған бұл жер. Ал достар, бұл үйді айтып беретін болсақ, бұл үйде, бір оқиға болған. Ол оқиғада мына үй, өртенген. Сенбесеңіздер, міне қараңыздар, өртенген. Көріп тұрсаңыздар, қап-қара, дуалдары да барлық жер өртенген. Мынаның ішінде менің ойымша біреулер жүрген. Міне қараңыздар, мусорлар толып тұр. Және достар, сіздермен мына жерді қарасаңыздар, қап-қара бөлме. Негізі бұйыр унитаз деп ойлаймын. Мына жерде ванна, мына жерде ас бөлме, немесе басқа нәрсе. Ал мына жерде зал, екінші Бұл жерде гараж болған. Сонда мияқта есік болу керек, иә? Бұл жерде ворота. Сонда мияққа машина қояды. Мынау екінші этажы. Сонда екінші этажның шығатын жері қай жерде болуы мүмкін? Ал достар, енді сіздермен бірге екінші этажға шығамаймыз. Ол жақта не бар екенін білмеймін. Қазір мен кирпичтен арқылы бүйтіп көтерілемді кішкене. Камераны соқа қарай қаратып қоям. Не көрдіңіздер, не байқадыңыздар, өздеріңіз айтасыздар. Комментарияға жазып кетіңіздер. Не байқалып тұр достар? Ал достар, енді бұл жерде өте қорқынышты. Өте қорқынышты бұл жерде. Өте қорқынышты. Так достар, қазір бізде мына жерде екінші этажда біз бұрында жазда иттің бас сүйегін көргенбіз, бірақ қазір жоқ. Ол бұяқта алкаштар, бомждар жүреді. Сол үшін біз Еркебұлан мен Арман өздерінің қолдарына таяқ алды, шықса ұрамыз. Ал достар, қазірше бұяқта бір тесік бар екен, қараңыздар. Тесік. Ішінде тас, тағы бір бәле тұр мияқта. Жүнді достар, кел Арман. Достар, мынаның іші өте біртүрлі. Мына жерде екі дуалдың бөліктері жатыр. Ана жерді қарасы тесік. Ана жерді қараңыздар достар. Тесік төбе жақты. Біреу бұяқты құлатып тескен. Байқасаңыздар, терезесі де темірден жасалған. Жанып кеткен. Үйді бұзбақшы болған, бірақ бұзуға тыйым салынды. Бұл үй өртеніп, бұлшыт болып кеткен достар. Ал достар, қазір бұл үйді анықтап білетін боламыз. Так. Ал достар, енді біз бұл үйді енді көріп жатырмыз. Баяғыдан көргенбіз, бірақ енді көріп жатырмыз. Достар, дауыс естісіңдер ме? Қаштық. Бұл жерде біреу бар. Қаштық.